Дулат Исабеков, Гауһартас жалғасы. Аршабайға тұсауға жеттік. Алыстан қаратұмсықты ойпаңдағы құдықты көргенде, Салтанат алақанын шапақтап қуанғаннан айқайлап жіберді. Қой айдап өзінің қасына кеп қалған Ыбышқа: «Ыбыш, ана қарашы, өзен көкпеңбек боп жайқалып тұр. Ана құдық басындағы Қайыркен екеуміз қойған моторды қара, ана қара тұмсықты қара, бәрі сол күйі». Сол күйі болмай біреу арқалап кетті деп пе ең? Тұрмағанда қайда барады деп, ол қамшысымен етігінің қонышын сарт-сүрт еткізіп қойды. Айда қойды, алақтай бермей. «Райт, сен түкті де түсінбейсің», деді Салтанат, зілсіз күліп. «Мен оларды біреу арқалап кетпегеніне қуанып тұр деймісің?» Ыбыш үндеген жоқ. Жалпы ол Салтанаттың мұндай мінезіне ұрыса беруден жалықты ма, әлде үйреніп келе ме, «сен түкті де түсінбейсің» деген келіншегінің сөзіне ашуланбады. Біраздан соң Салтанат қойдың ана шетінде жүрген Ыбышқа айқайлап: «Ыбыш, ау Ыбыш», деді. «О не, өлең айтшы». Ыбыш состиып тұрып қалды. Деді қайталап сұрап. Өз құлағына әлі де сенбей тұрса керек. «Өлең айтшы деймін». «Ой, жын соққан, не деп келесің өзің? Болды енді», деп ол шырт ете қалды. Мен мырс етіп күліп жібердім. Салтанат та сықылықтап күліп жүр. Ол Ыбышты осылай ара тұра ашуландырып алғанды жақсы көретін. Өстіп жүріп ақыры үйренеді деп қоятын ол мұндай кезде. Біз қойларды қара тұмсықтың бергі бауырына тастап, апамдар жаққа келдік. Ол кісілер үйді дәл былтырғы жұрттың қасына тігіп дайын етіп қойыпты. Салтанат ескі орындағы дөп-дөңгелек боп жайқалып шыққан көкшектің үстіне кеп құлай кетті. Сол кезде мен оны қорқытпақ боп: «Салтанат, бас жағында жылан жатыр, жылан», деп айқай салдым. Ол «Апа», деп орнынан атып тұрды да жанынан өтіп бара жатқан әкемді құшақтай алды. Сөйтті де бетіне бұрқ етіп қаны ойнап шыға келіп, не істерін білмей кейін шегінді. «Ұялған тек тұрмас», деп. «Ата, қараңшы, Қайыркен қорқыта береді», деді төмен қарап. «Оның не, ақымақ болдың ба?» деп әкем маған жекіп қалды. «Қорқытқан несі ол?» Сонан соң қарсы алдында тұрған Салтанатқа қарап: «Бар, үйге барып тез су ұрттай қой», деп мейірім аралас жұмсағанмен. Келіннің ерке мінезіне әкем де ашуланбайтын бопты. Кеудеме нәзік бір қуаныш лебі ескендей болды. Сәлден соң Салтанат қайта шықты. «Су ұрттадың ба?» дедім. «Кешір», дегендей оған күле қарап. «Аха», деді ол басын изеп. «Бір тостақ іштім. Апам сені өлтірем деп жатыр. Екінші қорқытасың ба?» «Жоқ, уәлләһи қорқытпаймын. Сен сұп-сұр боп кеттің ғой». Салтанаттың жас ерке мінезі 3-4 күнге созылды да, ашық аспанды бұлт қаптағандай кенет кілт өзгерді. Реңі солғын тартып қинала күлетін болды. Денесі ысып төсек тартып жатып қалды. Аршабайға кеп жайласқан соң қыс бойы ат ізін салмаған Амангелді бір күні апақ-сапақта майшасын дүрілдетіп жетіп келді. Кино көрсететін болды деп бәріміз улап-шулап қуанып қалдық. Ол келген бетте Ыбыш: «Алпамысты әкелдің бе?» деді. Жоқ, қайдағы алпамыс? Онда кино шыққан жоқ әлі. Қандай кино шығаруды да білмейді осылар. Қайдағы бір өтірікті түсіре бергенше алпамысты түсірмей ме, деп ол Амангелді келген сайын айтан үйреншікті сөзін айтып теріс айналып кетті. Ыбыш үшін алпамыстан өткен құдіретті нәрсе жоқ. Ол басқа өлең, жыр, повесть, роман дегендеріне пысқырып та қарамайды. Олардың не екенін де білмейді, білгісі де келмейді. Ол үшін басқа шығармалардың бәрі жалған, ойдан шығарылған. Ал алпамыс болған және басқа еш жерде емес, тура осы Қаратау өңірінде өмір сүрген. Оның үстіне ол біздің рудың батыры. Әйтпесе неге Қоңырат деген елінде деп атайды? Қоңырат біз, ол біздің арғы атамыздың бірі деп дауласады. Үйде алпамыс жырының 2-3 кітабы жатыр. Егер ол қолына кітап алып оқи қалса, соларды оқиды. Біреуін оқып болып екіншісіне көшеді. Жырды түгелдей жатқа білсе де оқиды. Оқыған сайын басын шайқап таңданумен болады. Соны кино етіп шығарса деп армандайды. Кейде өзі көрмеген қияндағы кино қызметкерлерін шетінен миы жоқтыр, түк бітірмей қайда жүр деп шетінен сыбап боқтап алады. Амангелді келген сайын алдымен алпамыс жайлы сұрайтыны сол. Түсіріп қалған шығар деп ойлайды. Бұл жолы сол Амангелді кино көрсетуге емес, маған военкоматтың шақыру қағазын тапсыру үшін келіпті. «Асығыспын, тез қолыңды қойып алып қал. Басқа қойшыларға да барып қағаз таратуым керек. Киноны басқа жолы көрсетемін», деп жауының артынан бұршақ жаудырып, біріміз түсініп, біріміз түсінбей тұрған шақта шаңдатып тайып тұрды.
Ай, мына неме жын қаққандай боп қайда кетті-ай, деді апам далаға шығып келе жатып. Неге кепті өзі? Киносы қайда әкелген? Апа, ол кино емес, маған повестка келіпті. Міне, бүрсігүні шақырған. Пәуеске дейді, о несі Құдай-ау? Әскерге апа. Қой жағың қарсын, қайдағыны айтатындарың не түге? Не боп барасың осы? Апамды сендіру қиын болды. Ал әбден көзі жеткен кезде егіліп жылап жіберді. Ол кісінің ойынша мен әлі қаршадай ғана баламын ғой, тек әкем келіп араға түскен соң ғана әрең қойды. Болды, несіне жылайсың? Жалғыз сенің балаң дейсің бе әскерге баратын? Жұрттың бәрінің баласы барып келіп жатқан жер. Ердің борышы ер мойнына түседі. Жас емес, қайта ананы мынаны көріп, көзі ашылып қатайып келеді. Ауылда жүріп боркем боп кететін түр бар. Ақыл жағы да мол емес еді, өзінде жақсы шақырды. Бұл жаңалық салтанатқа қатты батты. Шақыру қағазын алған кезде ол өздерінің кішкене отауларында жатқан болады. Әлден соң мен олардың отауына енгенімде өзі көк орамалын бір маңдайына қиғаштай тартып, басын көтеріп отыр екен. Шын ба, деді ол маған жәудірей қарап. Шын. Ол терең бір күрсініп, жастыққа басын қайта қойды. Міне енді сен де кететін болдың. Сенсіз маған қандай көңілсіз болады. Тым болмаса Ыбыштың жанына біраз өзгеріс енген соң алғанда да мен онша қиналмас ем, білмеймін. Маған ауыр сияқты. Ол сөздің соңын жыларманға келіп жұтып қойды. Қой Салтанат, жат жерде қалып бара жатқан жоқсың ғой, апам бар. Және қанша дегенмен Ыбыш сенің ерің емес пе? Шындығына келгенде сен үшін менен гөрі сол қымбат болуы керек қой. Солай-ау, сен тым болмаса үйленіп те кетпедің. Ол маған серік болатын еді. Білесің бе, мен сенің келіншегіңді жанымдай жақсы көруге тырысамын. Оны туған сіңлімнен де артық санап, ардақтайтын сияқтымын. Осылай деп кейде көзіме елестеткенде, орнымнан атып тұрып, сол белгісіз сенің келіншегіңді құшақтап сүйіп алғым келеді. Егер ол болса, мен оған ештеңе де тіпті су да әкелдірмес едім. Бірақ қайда барсам да қасымнан бір елі тастамас едім. Екеуміз қосылып айлы түнде ән салар едік. Екеуміз де сені сағынып, тез келсе екен деп қосыла тілерік. Оқ шіркін, сол өмір келсе бір, білесің бе, аяулы адамыңмен айырылысу деген де жақсы ғой, өйткені соңында табысу бар. Сонда өмір бұрынғыдан да сүйікті болады. Сонда өмір сүре бергің келеді. Кейде мен мәңгі өлмейтін сияқты боламын, ал кейде тез өліп қалатындай сезінем. Осы соңғысын дұрыс қой деймін, өйткені мен өмірге өлгенше ғашықпын, өлгенше. Салтанат, сен не деп кеттің? Не айтып отырсың? Өлімің не? Өмірге ғашық адам өлем екен. Қой, біз ұзақ жасаймыз әлі. Төніп келген өлім біздің аяқталмаған өнімізді көріп, бата алмай кейін серпіле беретін болады. 3 жылдан соң мен келемін. Оған дейін Ыбыш сен айтқандай, сен армандағандай боп өзгереді. Мен оған күн сайын хат жазып тұратын боламын. Салтанат қалжырап кетті ме, әлде өзінше тәтті арманға тағы шомып кетті ме, үнсіз қалды. 2 күннен соң әкемнің атына мініп қала станциясына жеттім де, атты сол жердегі бір таныс үйге қалдырып, пойызға міндім. Соғыс комиссариатында өзім секілді өрімдей жастар қаптап жүр екен. Бірінің әкесі, бірінің анасы өз балаларының соңынан бір елі қалмай тынымсызданып жүр. Сол кезде менімен бірге үйдегілердің ешқайсысы келмегеніне қапаланғандай болдым. Кенет алып кетсе ше, осы бойы кете берем бе? Тіпті апаммен Салтанатпен жөндеп қоштасқан жоқпын ғой. Бір кезде комиссия басталды. Түс ауа, ол да бітіп, есік алдындағы қорған ішінде у-ду сөйлесіп тұрмыз. Біреулері ертең әкетеді екен, эшелон күтіп тұрған көрінеді десе, енді біреулері жоқ, бір айдан соң алады. Бұл жолы тек түгендеп дайындап қояды деп көріп білгендей дауласады. Өстіп тұрған сәтте көзілдірікті қазақ майор шығып, бәріміздің үйімізге қайта беруімізге болатындығын хабарлады. Бір айдан соң қайта шақыртамыз, сонда жөнелтерміз дегенді айтты. Мен бұл хабарды естігенде қатты қуандым. Бір айға шейін Салтанат сауығады ғой. Оның ауырып жатқан шағында кетуім қандай аянышты. Әрі апамның да бойы үйреніп, мен кеткенде жыламайтын болады. Үйге күнбесін болған кезде жеттім. Тұмсықтан бері құлай бергенімде есік алдына шығып қарап тұрған әкемді, апамды анық таныдым. Апам атты адамды көрген беттақ мен екенімді танып, үйге жүгіре кіріп қайда шықты. Әсте Салтанатқа қуанышты хабарды естіртсе керек. Жел шұлқыған ақ жаулығын қолымен басып,
маған қарай жүгіріп келеді. Мен нақ бір майданнан оралғандай-ақпын ау ол кісіге. Анау кім? Салтанат қой. Иә, жатқан жеріне тұрып, ол да бері қарай ақырын жүріп келеді. 2-3 күннің ішінде мен Аршабайды да, апамды да, Салтанатты да бәрін сағынып қаппын. Көкірегімде сағыныш пен қуаныш сезімі тасып, өн бойымды шымырлата жөнелді. Аттың жүрісін тездетіп апама жақындай бере, ерден қарғып түсіп, оның ыстық құшағына құлай кеттім. Не болды, бармайтын болдың ба деді. Ол екі бетімнен алма-кезек сүйіп жатты. Иә, бір айға шейін үйде боламын. Мейлі, құлыным-ай. Сені сол бойы кетіп қалар ма екен деп жатсам, ұйқым келмей қойды ғой. Мейлі, бір ай болса да үйде тынығып, аунап-қунап кетші. Сәлден соң Салтанат жетті. Оның жүзінде күлкі бар, көзінде төңіректеген жас бар. Әкем мен апамның алдында ол мені құшақтай кетуден қысылып, ерін күбірлетіп қана амандасты. Сонан соң міне енді, бір айға шейін апам екеуміз уайымсыз жүретін болдық деп күрсіне күліп қойды. Салтанат атты жетектеп алды. Үшеуміз есік алдына келіп, бағаналы бері үнсіз тұрған әкеме таяндық. Ол менің қолымды алып амандасқан соң, тентектен тез хабар деп тез қайттың ғой, не болды деді, жүзіме көзінің қиығымен қарап. Ештеңе, бір айдан кейін алатын болды. Солай де, дұрыс. Бар, атты ақырға байлап тартпасын босат. Ерін суған соң ал, деді қоңыр үнмен. Шай-пайда ішіп болған соң ыбышқа бар, малды айдасып келесің. Торғай шырылдағанда кеткеннен әлі жүр. Сусын ала бар. Сөйтті де әкем түйе жегулі арбасына отырып жүріп кетті. Арба үстіндегі дүңкиген қазақы қаптарды көріп, ол кісінің диірменге кетіп бара жатқанын білдім. Менің уақытша болса да қайта оралуым Салтанаттың сырқатын сауықтырып жібергендей болды. Ол былай шыққанда киетін жұқа көк жібек көйлегін киіп, апамен бірге ас дайындауға кірісті. Бозарған жүзіне қан теуіп, алғаш келіншек боп түскендегідей реңі бал-бұл жанып шыға келді. Оның көңілі сергіп сауығып кеткеніне апам өзінен өзі күбірлеп қуанумен болды. Бір кезде Салтанат далаға шығып кетті де, әлден соң өздерінің отаулары жағынан қайыр екен деп саңқиды дауыстағанын естілді. Не деді, апамның қасында отырып. Бері келші, тез. Мен апама қарадым, ол кісі бара ғой дегендей, жай ғана езу тартып басын изеді. Оның неге шақырып тұрғанын білетін секілді. Мен отау үйге жақындай бергенімде Салтанат, көзіңді жұмып кір деді. Саусағыңмен баспа, алақанымен бас, немесе сығалап көріп қоясың. Мен көзімді алақанымен басып ішке кірдім. Бері, абайла, алдыңда жез шылапшын тұр. Тағы солға бұрыл. Енді тоқта, ал енді көзіңді аш. Мен көзімді ашып қалғанымда керегенің басында ілулі тұрған үкілі шақпақ бөрікті көрдім. Таң алдында ашылған қызғалдақтай қызыл барқытта тігіліп айналасына сыңғырлаған күміс теңгелері қадалыпты. Салтанаттың сырғаттан жүрдесе, әлдеқалай бір қызыл матаға өрнек салып өзінің желеткесімен шымылдықтарының жиегінен күміс теңгелер қиып алып жүргенін көріп қалғаным бар еді. Бірақ ол неге керек деп сұрауды ыңғайсыз көріп едім. Ал қазір шақпақ бөріктің асқан шеберлікпен әсем тігілгеніне сүйсіне тұрсам да, оны маған үлкен бір жаңалық ретінде не үшін көрсетіп тұрғанын түсіне алмадым. Қалай, ұнай ма деді Салтанат, қос жанарында қуаныш оты жайнап. Сен кеткелі бері бар бітіргенім осы ғана болды. Аха, өте тамаша дедім. Салтанаттың ұнады ма дегеннен гөрі ұнаған шығар деген сөзімді жары етіп тұрған жүзіне қарап. Бірақ мұны кім киеді? Қыдырғанда, тойға барғанда сен киесің. Саған үкілі бөрік тамаша жарасуы керек. Жоқ, таппадың, мен емес. Білесің бе, мұны сенің келіншегің киеді. Мен соған арнап тіктім. Менің келіншегім, иә. Сен оны қайдан шығарып жүрсің? Менің кімге қашан үйленетімді белгісіз ғой. Және ол мұндай бөрік кие қояр ма екен? Киеді, несі бар? Кимесі осылай ілулі тұра береді. Бұл тек менің екеуіңе арнаған ескерткішім. Апама да ұнаған. Сен мұны апама да көрсеттің бе? Оның несі өрескел? Атама да көрсеттім. Ол кісі қолын алып ары-бері қарап тұрды да, әдемі екен, тілеуіңе жет қарағым деп арқамнан қағып қойды. Ал сен, ол кимейді дейсің. Онда мен ренжимін. Шынында Салтанат бұртия қалды. Осы өкпелгеннің өзі оған керемет жарасатын етті. Әрі күлкіңді келтіріп, қойған талабына ал жарайды деп келсе кеткеніңді өзің де байқамай қалатынсың. Бұл жолы да дәл солай болып, о жоқ, мен неге, мен қуанамын. Ол киетін болады, сөз жоқ, киетін болады деп жауап бердім.
Салтанат алахан шарт еткізіп үйден жүгіре шықты да тамақ жасап жатқан апамды барып құшақтай алды. Оның кемеліне жаңа толған жас қыздай апамды ұзақ құшақтағанын, апамның оны еркелетіп қап-қара шашынан мейірлене сипағанын, сонан соң будақтаған көк түтіннің жанында екеуінің әлдене туралы беріле сөйлесіп отырған ашық ірге арқылы апаны көрдім. Бұдан кейін маған далаға шығып, апамның көзіне көріну сондай ыңғайсыз болып қалды. Бір орында өзімнен өзім қысылып, едәуір уақыт өткізгеннен кейін ерте ме кеш пе, бәрібір ол кісімен сөйлесетінімді ойлап, сол бір қолайсыз минуттан ертерек құтылып алайын дегендей тез-тез басып үйден шықтым. Менің қатты қысылып жүргенімді сезді ау, апам да маған қарап ештеңе дей қойған жоқ. Тек үлкен үйге енгенде Салтанат соңымнан жүгіріп келіп, сен ұялып жүрсің деді, ақ маржандай кіршіксіз тістерін көрсете күліп. Ештеңе етпейді, қойға барып келгенше есіңнен шығып кетеді. Ашыма құйып берейін ба? Мен үнсіз басымды изедім. Ол сырлы тостаққа толтырып ашқылтым тары көженің суынан құйып алды да, сен әлгіге ренжіп қалдың ба? Үндемей тұрсың ғой. Сол тентектігімді жуу үшін кел саған, өзім ішкізейін деп, Салтанат сыңғырлай күліп мойнымнан асыла құшақтады да тостақты ерніме тақады. Ток жүріп өткендей өн бойым дуылдап, көз алдымдағы дүние қарауытып кетті. Жүрегімнің дүрсілдей жөнелгені соншалық дәл қазір кеудемді жарып шығып, сырлы тостаққа ақ шортандай ыршып түсетін секілденді. Тағы ма деді Салтанат. Тостақтағы сусынды тауысып қойғанымды сонда барып байқаппын. Жоқ, жетеді дедім, ентіге сыбырлап. Тағы да ішкім келіп тұр еді, бірақ әлгіндей азапқа тағы түскім келмеді. Бұдан соң Салтанат кейін шегінді де сыртын ыстық өтпесін деп киізбен қаптаған шағын қабаққа шүпілдеді ашыма толтырып, аузын шүберекпен байлады да маған ұсынды. Ал жүресің бе? Әрине. Мен ыбыштың соңынан кеттім. Ол мені көргенде аңқиып тұрып қалды. Ой, кетпепсің ғой деді. Оның бұл үнінде таңданудан гөрі қуаныш басым жақтар еді. Жақсы болды, ашыма келдің бе? Иә, бере ғой, қаным кеуіп тұр еді. Ыбыс жерге малдас құрып отыра кетті де, жүк-жуан түкті білегімен қабақтың екі бүйірінен ұстап тұрып ернеуінен сіміре бастады. Оның екі алақанының арасында қалған кішкене қабақ бірнеше секундтан соң жұмыртқадай шаншылып, езіліп кететін еді. Ол әлден соң барып ыдысты төмен түсірді де, уф деп демін терең бір алып, батып бара жатқан күнге рахаттана қарады. Тух, шөлдеп өліп қала жаздап ем, салқынын-ай. Егер мен келмесем, ымырт жабылғанша ернің кезеріп, осылайша қой соңында жүре бермекшің ау. Ал мен кетсем ше, оны ауыстырып тұратын да адамның реті қалмайды ғой. Сонда ол шілденің ми қайнатар ұзақ күнінде жаны бір рахат таппай аңызақ кезе береді ау. Осы ойға тірелгенде ыбышқа қатты жаным ашыды. Не болса да, қандай болса да, ол менің ағам ғой. Туған ағам ғой, ана сүтін бірге емген ағам ғой. Ал қатал да дөрекі қасиеті болса, табиғат жомарттың сыйлаған мінезі шығар. Оған не шара, оған не амал. Оны мен кімге айырбастамақпын? Содыр ынжық екен деп, жер бетінің қай жақсысына қимақпын? Жоқ, ол мен ойлағандай мүлдем сезімсіз емес. Оның жүрегінде де анаға, әкеге, іні мен жарға деген махаббат бар. Бірақ ол сезім әсіресе әйел атаулыға деген сезімі Аршабай адырын жалаң аяқ кезіп жүрген сонау балалық шағында-ақ ер жетпей есеймей сол қалпы қатып қалған. Ыбыш, менің әскерден қалғаным жақсы болды, жақсы болмай. Бірақ мен бір айдан кейін кетемін. Саған жаным ашитын сияқты. Қой, жаны ашып, неден сау? Сонда да саған көмек беретін адамның өте қажет екенін қазір ғана анық ұққан тәріздімін. Мен соны ойлаймын. Ойлап келіп Салтанаттың бар екені есіме түскенде жаным тынышталады. Оның болғаны қандай жақсы болды. Не дейсің деді ол, артынша әлгі берген жауабының аңғарын енді байқап. Салтанаттың болғанда жақсы ау. Соны қойшы. Ыбыш үнсіз қалды. Әрине, ол иә демейді, әйтсе де қарсыласпағанына қуандым. Бұл ол екеуміздің сонау Бүргенді сай оқиғасынан кейінгі ашық сөйлесуіміз еді. Осыдан соң мен Ыбышты үйге ертерек қайтарып жібердім де, өзім асықпай қойларды қораға қарай айдадым. Үйге жеткенде күн батып, соңы басылып қалған еді. Қара тұмсықтың ар жағынан дөп-дөңгелек боп ай көтеріліп келеді. Апамдар етті түсіріп нанын салмай даладағы төсек үстінде мені күтіп отыр екен. Қойларды иіріп тастап үлкен сыбаға таяғанымда қолында домбыра ұстап отырған Ыбышты көріп қайран қалдым.
Ол ешқашан, әсіресе апамның көзінше, келіншегімен бұлай бірге отырмайтын. Тыңқ-тыңқ еткізіп домбыра тартып қояды. Ол мені көре салып орнынан атып тұрды да: «Ай, Қайыркен, бері келші. Жындырып кеткен бе? Мына пәле домбыра тарт деп қоймады. Мә, сен тартып бер» деп үнін өшірші деді. Ыбыш домбыраны маған ұстата салып, өзі ет турауға кірісті. Салтанаттың шек-сілесі қатып күліп отыр. «Қайыркен деймін, ой, мына Ыбыштың шіркін өнерпазы-ай, бұндай домбырашыны Қаратау өңірінен табылмас. Саусақтары қандай жіп-жіңішке, тура домбыра тарту үшін жаралған дерсің, сала-сала. Ал безілдетіп жөнелгенде бар ғой, апам екеуміз еңіреп жылап жібердік. Тура, солай ма, апа?» Апам мырс етіп күліп жіберді. Мен де күлдім. Ыбыш қызарақтап қалды. Болды енді. Оның несі күлкі? Тарта алмаймын десем де жабысып қоймаған өзің. Енді кеп күлесің де, деді ол кеңкілдеп. Иә, бұл Ыбыштың жанындағы өзгеріс еді. Бұл ерке Салтанаттың жеңісі еді. Менің қуаныштан жаным толқып, Салтанатты құшақтап сүйіп алғым келді. Апамды да, Ыбышты да сүйе бергім келді. Бәріміз сүттей жарық ай астында отырып тамақ іштік. Анадайда қарауытып қара тұмсық жатыр. Үй мен сол тұмсықтың екі ортасында Ыбыштың күреңі мен әкемнің жерені кісендерін шылдыр-шылдыр еткізіп жайылып жүр. Ай сәулесімен екеуінің тұлғасы қараң-құраң етіп көрініп қалады. Тамақ жеп болған соң біз өлең айттық. Ыбыш қолын жуып бола салысымен қисая кетіп қор ете түскен. Жастыққа басы тие салысымен ұйықтайтын оны бала кезінен бергі қасиеті. Бас жағында тұрып мылтық атпасаң, анау-мынауыңа ояна қоймайды. Апам да үйге барып жатып қалған. Салтанат екеуміз олардың отау үйлеріне кіріп алып қосыла ән салдық. Былтырғы жаздан кейінгі бұл Салтанаттың әнін екінші тыңдауым. Әрине, менде дауыс жоқ, сондықтан Салтанатты жетелеп біраз жерге дейін барамын да бірте-бірте ысырылып қалып қоямын. Ол болса, сен де айт болмайды дегендей, анда-санда басын шайқап қояды. Бірақ әнін үзбеді. Маған ән айтудан гөрі оның әнін тыңдау 1000 есе әсерлі, 1000 есе қымбат. Ол өзі ең жақсы көретін Гауһартасты айтып отыр. Ән салғаны оның көздері күлімдеп, сұлу жүзі бал-бұл жайнап шыға келеді. Дәл осы сәтте мен Салтанаттың алдында оның маған, бізге әкелген қуанышы мен күлкісі үшін өзімді ұмытылмас борышсыздай сезіндім. Шынында, ол келген күннен бастап біздің бұрынғы қаталдық билеген сүреңсіз, қызықсыз бір қалыпты өміріміз өзгеріп сала бергендей болған жоқ па? Алғашқыдағыдай емес, әкем де, тіпті Ыбыш та оның ерке жас мінезіне жылы жүзбен қарайтын сияқты ғой. Салтанат, дедім ол ән айтып болған соң. Иә, білесің бе, мен сені өте жақсы көремін. Бар жаныммен, тәніммен жақсы көремін. Сол үшін саған осы әлемнің ең асыл, ең таза, ең тамаша бір ғажайып затын сыйлағым келеді. Бірақ ондай нәрсені таба алмайтын секілдімін. Ондай нәрсе жер бетінде жоқ сияқты. Сондықтан мен барлық жұртқа әйгілі, барлық жұрттың меншігіне айналған сыйлық ұсынғым келеді. Ол ән. Ол жеңеше деген халық әні, білесің бе? Иә, жақсы ғой, тамаша ән. Бірақ сөзін өзім қайта жаздым. Оның ескі мазмұны бізге сәйкес келмейтін сияқты. Және мұны жай жеңеше емес, жеңешемнің әні деп атағым келеді. Міне оқып шық, сонан соң қосылып айтамыз. Еркін дала еркесі әнді сүйген жеңеше-ай, бақытым деп қатыгез жанды сүйген жеңеше-ай, жабырқаған өмірге наз әкелген жеңеше-ай, тұнжыраған көңілге жаз әкелген жеңеше-ай, періштесі ең аспанның қонын қайтып жеңеше-ай, біздерге арнап әніңді келдің бе айтып жеңеше-ай, тағы өзіңе жыр арнап толғанайын жеңеше-ай, Азырханбай қабыл ал, айналайын жеңеше-ай. Салтанат 4 жұмақ өлеңді тез оқып шықты да, әрі қуанды, әрі қысылды. Жоқ, сен өтірік айтасың, тіпті асырып жібергенсің. Мен соншалықты жоқ, өтірік. Маған қолайсың. Жоқ, бірде-бір өтірігім жоқ. Уәлләхи. Қайта мен саған деген шын сезімді қағазға әлі толық түсіре алған жоқпын. Бұл әлі аз сияқты. Салтанат бір қызарып, бір бозарып көп отырды. Ақырында менің ұзақ өтінім бойынша әнді қабылдап менімен қосылып айтуға келісті. Екеуміз қосыла айтқанда расында да ән ғажап шықты. Тіпті сөзін жазған мен де ол әнді бұрыннан білетін Салтанатты толқып кеттік. Бір кезде оның көзінен жылт-жылт етіп түңіректеген жасты көріп қалдым. Салтанат, саған не болды? Жасың не бұл? Иә, ештеңе емес, жай ғой. Сен оған көңіл бөлмей-ақ қой. Салтанат маған
білдірмеген боп ақырын ғана дірілдей дем алып, орамалмен жасын сүртті. Сен ақын боласың, Қайыркен, үлкен ақын боласың. Мен сол үшін жыладым. Енді жыламаймын. Енді ән саламын. Сөйтті де ол орнынан ұшып тұрып далаға жүгіріп шығып кетті. Сәлден соң Қайыркен, мұнда кел, домбыраны ала шық деп шақырған даусын естідім. Табалдырықтан сыртқа аттай бергенде өз көзіме өзім сенбедім. Салтанат даладағы төсек үстінде апам екеуі отыр екен. Япырау, ол апамды оятып әкелген бе? Мен ақырын жылжып олардың қасына келдім. Тарт, деді Салтанат. Жай баяулатып тарт, сонан соң өзің де маған қосыл. Екеуміз әлгі әнді қосыла айттық. Баяу шыққан қоңыр үн айлы түнде Аршабай алқабын аралап кете барды. Ол ән осы аймақтағы құлқайыр мен қурайды, жуса мен адыраспанды, тау мен қыратты, бәрін де өзінің әсем ырғағымен тербетіп, бесіктегі сәбидей балқытып жібергендей болды. Айнала мүлгіген тыныштық. Шыр-шыр еткен түн шегірткелерінің үні де басыла қалыпты. Тас төбеге келген толғай жұлдыздарының бәрін ысырып тастап, бізге ентелей төніп қарап тұр. Апам болса біздің қосылып айтқан әнімізді елжірей тыңдады. Ән біткен кезде ақ жаулығының ұшымен суланған көзін сүртіп, шүкір көрсеткеніңе шүкір тоба, айналып кетейін сендерден деп, Салтанаттың маңдайынан құшырлана сүйді. Апам оның сауығып кеткені үшін мейлінше қуанышты еді. Сәлден соң Салтанат бір баланы айтты. Әннің ортасына келгенде ыбыш ары-бері дөңбекшіп жатты да басын көтеріп тұрып отырды. Ай жарығымен шағылысқан жалтыр басын анда-санда бір сипап қояды. Аң-таң. Ән біткен кезде ой, мына пәле қайтеді деді. Еңке даусы қара жаманның. Қайдан үйреніп жүрсің? Мен бе? Даладан. Анау даладан үйрендім. Салтанат күмістей сыңғырлап қолымен қара тұмсық жақты көрсетті. Оттапсың. Бала ән үйретушім еді. Мен күні бойы кеземін, неге үйренбеймін? Өйткені сен ешқашан ән айтпайсың. Тербеліп тұрған құлқайырға құлағыңды тігіп тұрсаң, оның ән салған үні естіледі. Сен естіген жоқсың. Ыбыштың басы тұманданып кетті ғой деймін. Сәл үнсіз отырды да, не қылдыйды мынау? Сау сұрақ қойсаң, жынды адамдай жауап беретін несі деп төсегіне қайтадан шалқалай кетті. Менің әскерге кететін күнім де тақала берді. Алыстан шаң көрінше шақыру қағаз әкеле жатқан Амангелдінің машинасы емес пе екен деп күтетін болдым. Осындай бір күні апам мені таңертең ұйқымнан жұлқылап оятты. Қайыржан-ау, Қайыржан, тұршы, жаным, тез тұра қойшы. Орнымнан ұшып тұрып, не болды деп үрейлене сұрадым. Апамның ақ жаулығы желкесіне түсіп, буырыл тарта бастаған шашы бұрқырап кетіпті. Салмақты жүзінен сабырлық қашып, мейірімді көзінен үрей үймелеп алған. Салтанат қиналып жатыр, деді апам. Атқа мінді, колхозға шап. Әйел докторды ертіп әкел. Бола ғой айналайын. Ойпырмай, Құдайым-ай, жаратқан-ай. Аман есен босанса болғаны. Тез қарағым. Апам осыны айтты да дегбірі қалмай ішке қайта кіріп кетті. Мен абыл-ғұбыл киіне бастадым. Киініп бола салып Салтанат жатқан отау үйдің алдымен жүгіріп өттім. Апам есікке жұқа үлдіреген перде тұтып қойыпты. Іштен Салтанаттың қиналған дауысы естіледі. Үйде ыбыш жоқ болатын. Қараспанда өткізілетін шопандар тойына кеткен. Ат бәйгесіне қатысып көптен бері көсіле шаппаған күреңнің басын босатып, өзінің де атының да бағын бір сынамақ болған. Әкемнің жиренін тез-тез өрттей салып колхоз орталығына қарай шаба жөнелдім. Таң атса да күн әлі шыға қоймаған кез. Ерке қызының қиналып жатқанынан бейхабар Аршабай даласы әлі маужыраған ұйқы құшағында. Сонау жақта маңқиған қара тұмсық ұлы шайқастан соңғы алып батырдай бір қырындап қимылсыз жатыр. Ен далаға түні бойы әлдекім ақ маржан шашып кеткендей шөп басындағы мөлдір шықтар жылт-жылт етеді. Тымық та салқын ауа ат екпінімен гулеген желге айналып денені түршіктіреді. Колхоз орталығына жеткенімде күн де көтеріле бастады. Сол бойы әйелдер босанатын үйдің алдына кеп ат байлап ішке кірдім. Кірген бетте дәрінің иісі бұрқ ете қалды. Ат үстінде тоңып қалған екемін, мұндағы жылы ауа лып етіп бірден денемді үйіріп әкетті. Іште тыныштық, бәрі де ұйқыда. Есіктен әлдекімнің кіргенін естіген кезекші қыз түпкі кабинетінен басын қылтитып, сізге кім керек деді. Таңмен таласып, неге келдіңіз дегенді аңғартқандай. Жүзінде түнімен ұйықтамай шаршағандықтың сабы білініп тұр. Сізбен сөйлесуге бола ма? Өте асығыс едім. Тсс, деді ол, бір саусағымен ернін басып. Оятып жібересіз, мұнда келіңіз.
Мен аяғымның ұшымен басып кезекші қыздың кабинетіне кірдім. Ішке еніп, есік жапқан бетті асығып-аптығып келген мақсатымды айтып шықтым. Тез, мүмкіндігінше тез, өтінемін сізден, дедім жалбарынып. Сонда сіз маған жүр деп тұрсыз ба? Енді кімге айтып тұрмын? Кезекші қыз әйелдер босанатын үйді иегімен мегзеп қойды. Оларды тастап кете алмаймын ғой, деді. Дегенмен көмексіз қалдырмаспыз. Сіз атпен келдіңіз бе? Иә, онда жүріңіз. Ол мені бастап далаға шықты да есік алдындағы жас теректердің арасына кеп тоқтады. Міне, мына көшенің ту басындағы ақ шатырлы үйді көріп тұрсыз ба? Иә, иә. Сол үйде Жәмила деген акушерка әйел тұрады. 1 сағаттан соң ол мені ауыстыруға тиіс. Қарсы болмаса, не өзі барсын, не ертерек келіп мені ауыстырсын. Оған шейін мен де дайындалып тұрайын. Рахмет. Басқа сөзге келместе мен ақ шатырлы үйге қарай шаба жөнелдім. Арада жарым сағаттай уақыт өткенде біз жедел көмек машинасымен Аршабайға қарай ағызып келе жаттық. Қасымда әлгі кезекші қыз бар. Шофер жігіт жолды білмеймін деген соң атты Амангелдінің бастырмасына байлап, солармен бірге отырғанмын. Біз үйге жеткенде Салтанаттың халі тіпті нашарлап кетіпті. Апам сабыр дегеннен мүлде айырылып далаға бір кіріп, бір шығып жүр екен. Бізді көргенде жүзінде аздап қуаныш табы енгендей болды. Раушан машинасынан түсе салысымен қолынан жетектеп Салтанат жатқан үйге кіріп кетті. Әрине, мен олармен араласа алмаймын. Даладағы әлі жиналмай күнге қызған ыстық төсек үстінде отырып, іштегі әлдебір дыбысқа шыдамсыздана құлақ тігемін. Кеше ғана осы маңайда көктемге қуанышқа бөлеп, жаз күлкісімен жарасымдық сеуіп жүрген Салтанат тағдыр талқысының уысында жатыр. Ал оның дәл жанында мен отырмын. Ештеңемен көмек бере алмаймын. Дәрменсізбін, шарасызбын. Оның әрбір қинала шыққан үнінен кеудемдегі жүрегім өтпес пышақпен қиқаланып жатқандай есеңгіреп кете жаздаймын. Жанымдай жақсы көретін Салтанатқа қолымнан келетін бір көмегім, жанашырлығым осы ғана. Арада 1 сағаттай өткенде Салтанат мүлде үнсіз қалды. Тек дәрігер қыз бен апамның сабырсыздана, үрейлене, күбір-күбір сөйлескендері естіледі. Олардың өзара не айтып жатқандарын ести алмасам да, осы бір өзгерістен-ақ бір жамандықтың ұшын сезгендей төсек үстінде отыра алмай кеттім. Осы сәтте далаға апам шықты. Мен жүгіріп алдына кеп тоқтадым. Ол кісінің екі көзінен ебіл-дебіл жас ағып жүр екен. Оны көріп бұрынғыдан бетер жаным түршікті. Не болды, апа? Құдай, о Құдай, ағынан жарылып қайдан ғана бере қойды деп ем, көзге бір көрсетіп, ала қойғалы берген екенсің де Құдай. Апа, не айтып тұрсыз сіз? Бар шырағым, деді апам. Жаулығымен жасын сүртіп, сені шақырып жатыр. Мен ішке жүгіре кірдім. Салтанат жуған шүбіректей боп-боз боп жатыр екен. Мен келетін болған соң үлкен жұқа көрпені үстіне жауып қойыпты. Қасына жақындағанда ол сезе қойды да ақырын қолын созды. Мен оның нәзік саусақтарын ұстап, Салтанат, дедім. Ол ақырын көзін ашып қайта жұмды да еріндерін болар-болмас күбірлетіп әлдене айтқандай болды. Еш нәрсе ұқпай қайталап сұрадым. Салтанат сол қолын жоғары көтерді. Ол нұсқаған жаққа қарағанда сәусілдеген қызыл жібек шашақты көрдім. Әперші, деді ол, естілер-естілмес. Мен жібек шашақты алып қолына ұстаттым. Салтанат оны алақанына 1-2 мыжғылап алды да маған қайта ұсынды. Мұны ыбыш, бәйгеден келгенде бер, атының маңдайына тақсын. Саған ризамын. Салтанат менің алақанымды болар-болмас қысқан кезде қолы сылқ ете түсті де саусақтары мұздап қоя берді. Салтанат, не болды саған? Қос тізерлеп отыра кетіп, оның қап-қара шашынан сипалай бердім. Сорғалаған терден жастығына шейін су болып кетіпті. Бірақ ол үн қатпады, қимылдамады да. Жаңа ұйықтап кеткенде еріндері сәл ашылып, демсіз жатыр. Ауыр толғаққа Салтанаттың жүрегі шыдамай қайтыс болды. Мен ертіп келген Раушан оған да ештеңемен көмек бере алмады. Ауруханадан шыққанда жай толғақ болар деп, қамсыз шыққан қыз онда келген соң Салтанаттың жүрек ауруы бар екенін біліп, сабырынан мүлде айырылды. Жедел көмекпен әлсіреп жатқан адамды ауруханаға апаруда көзсіздік. Әйтсе де қарап отырып көз алдындағы адамнан айырылып қалмау үшін тәуекелге бел буып, менімен сөйлесіп болған соң мәшинеге мінгізбек болған кезде, бірақ тағдыр өз дегенін орындап, Салтанаттың сөзін аяқтатуға да уақыт бермеді. Оны жерлеп болғаннан кейін 7-8 күн өткен соң мен де әскерге жүретін болдым. Оның өлімінен соң
Біздің үйді жан түршігерлік көңілсіздік басқан. Ол қайғы әсіресе апамды 10 жасқа қартайтып кетті. Жығылған үстіне жұдырық деп мен әскерге жүретін болғанымда ол кісі енді мен сені де көре алмай өлемін деп сай сүйек сырқырата жылады. Мен жүретін күні Ыбыш малда болатын. Ол бәйгеден келгенде келіншегінің қайтыс болғанын естіп, ләм демей теріс айналып кеткен. Сол бойы үнсіз. Қара аспанда күрегінің топты жарып, екі рет бас жүлдені жеңіп алғандығы жайлы да әкеме әңгімелеген жоқ, әкем де сұрамаған. Күрегінің осы замандағы тұлпар екенін біз қазаға келген адамдардың көңіл айтып болған соң әңгімесінен естігенбіз. Мен Ыбышқа салтанаттың қалдырған жібек шашағы 2-3 күн өткен соң бергенмін. Ол бұл не деп біраз отырып түсіндіріп айтқан соң үндемей төс қалтасына салып қойған. Қуануға сөз жоқ, менен қысылды. Сөйтсе де жібек шашақты көрсеткен шақта оның қою қастары түйіліп жазылып, қалың еріндерінің бір-екі дір-дір ете түскенін байқап қалдым. Апам мені біраз жерге дейін жаяу шығарып салды. Ол кісі пойызға мінгенше жүре берер ме еді, сәл ұзаған соң болды, баланы жасытпайық деп әкем үйге қайтарып жіберді. Мен күреңде, әкем өзінің жиренін мініп келе жатыр. Қалаш станциясына апаратын жол қара тұмсықты қиғаштай кесіп өтеді. Сол тұмсықтың шың басында аяулы салтанат жатыр. Былтыр ол таңертең ойпаңда жүріп ән салғанда, мен дәл қазір салтанат жерленген үлкен тастың түбінде бақыттылықтан жүрегім дүрсілдеп тұрып, оның құлқайырлы далаға сұлулық сібе айтқан әсем әнін тыңдағанмын. Ол кезде осы қара тастың түбі салтанаттың мәңгі қалар мекені болар деп кім ойлаған. Мен үшін ол кеудесіндегі бар арманын орындап болғанша көз жұмбайтын осы құлқайырлы даласына сән беріп, өзі де онымен бірге мәңгі жасай беретіндей көрінуші еді ғой. Енді міне, мен оның қабірімен қоштасып кетуге келе жатырмын. Қара тұмсыққа жақындап қалғанымызда салтанат жатқан зираттың басынан құс па, қой ма қарайып әлдене көрінді. Жас құс дейін десең ірі, тұлғалы, қой дейін десең қимылсыз қатып қалған. 4 аяқты мал тақыр моланың жанынан не табады? Көке, анау көрінген не? Қайсы? Зират үстіндегі. Әкем маңдайына қолын апарып біраз тұрды да, бүркіт болар шамасы. Нәлеті. Мола бүркіт қой, жүр тездет. Біз атты тебініп қалып, жүрісімізді жылдамдата түстік. Мола бүркіт бізден жасқанар емес, қимылсыз отыр. Қара тұмсыққа әбден жақындағанда, ол қарайғанның бүркіт емес, адам екенін аңғарып, ат басын тежеп, жіті көз тастады. Сол сәтте бүркіт деп келе жатқанымыз қимылсыз отырған Ыбыш екенін тани кеттім. Мені ол осы қара тұмсықтың арғы бауырында күтіп алып, арысқа шейін бірге бармақ болған. Ыбышты көріп, өн бойым шымырлап кетті. Демек, келіншегінің өлімі оған оңай тимеген екен ғой. Оның да қабырғасын қақыратып, бауырын жаншып кеткен екен. Оның дәл қазіргі үнсіз отырысында анау-мынау дауыс шығарып, жылауды орап алатын, одан 1000 есе ауыр, 1000 есе әсерлі жан қайғысы жатыр еді. Ыбышты әкем де таныды. Оны әлдене деп сөгетін шығар деп ем, бірақ олай етпеді. Тәңір алғыр мынау Ыбыш пе еді? Мен бүркіттей сұңқиып отырса қандай жаман, деді де қоя салды. Ыбыш бізді таяқ тастам қалғанда ғана көріп, орнынан ұшып тұрды. Әкемнен жасқанып, сайға қарай түсіп бара жатқанда, ол кісінің өзі дауыстап тоқтатып алды. Сонан соң Ыбыш әрбір басқан жері жарылып кетер деп қауіптенгендей ақырын құрбан етіп келіп, баяғы қара тастың жанына кеп тұра қалды. Кетіп барамысың, деді ол қасына жеткенімізде сыбырлап қана. Иә. Бұдан соң әкелі балалы үшеуміз салтанаттың моласының басында үнсіз қалдық. Сәлден кейін әкем маған түс дегендей иегін меңзеп қойды да өзі аттан түсті. Ол кісі құбылаға қарай тізерлеп отыра кетіп Құран оқыды. Ыбыш екеуміз үнсіз қатар тұрмыз. Әкем Құран қайтарып болған соң орнынан тұрды да терең күрсініп Ыбышқа қарады. Қолда барда алтынның қадірі жоқ деген осы ғой. Сол алтынның қадіріне сен жетпедің ау балам. Сенің қаталдығың, сенің жігерсіздігің ғой осыған кінәлі. Ыбыш көпке дейін үнсіз тұрды да, мені соған үйреткен сіз кінәлісіз әке деп үзе сөйледі. Бәлкім бұл сөз оның ойында көптен жүрген шығар. Бұл қабірде өршіл мақсат пен үлкен арман иесі жатыр. Бұл қабірде өмірге келе алмаған жас сәбидің анасы жатыр. Бұл қабірде қадіріне жете алмаған Ыбыштың адал жары жатыр.
бұл қабірде ешқашан айтылмаған, ешқашан айтылмайтын менің аяулы махаббатым жатыр. Қош, Салтанат, біз атқа отырып қалашқа қарай бет түзедік.